11-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару. Зат сатып аламын. Сен өзара байланысты шамалары бар есептерді шығаруды үйренесің дейді. Бірінші есепке жауабын кему ретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың дейді. Қазір жауабы 9-ды 7-ге көбейтеміз. Неше болады? 63 болады. 7-ні 8-ге көбейткенде неше болады? 56 ма? 7-ні 8-ге көбейткенде мен қателесуім мүмкін просто. Жоғалтасың. 6-ны 9-ға көбейткенде неше болады? 54 па? 8-ге көбейткенде 64, е? Енді қараңыздар. Жауабын кему ретімен атасаң, уақыт туралы ең үлкені қайсысы? 1 минутты, яғни 64 ең үлкені. Одан кейін 64-тен кішісі 63 бос жіберсең, 1 сағатты жоғалтасың. Яғни бізде шыққан мақал 1 минутты бос жіберсең, 1 сағатты жоғалтасың. Так, екінші есепті қарайық. Жалпы массаны бір заттың массасын заттың санын қалай табатынын есіңе түсірді. Кешегі сабақта біз 50-ші сабақта мына басқа ол құны мен бағасы санына берілген есептер екен ғой. Жалпы масса түсіндіректі. Жалпы масса заттың массасы және заттың саны. Енді қараңыздар. Бірінші бізде мына жерде үшбұрышта жалпы массаны табу үшін масса мен санды көбейтеміз. Массаны табу үшін жалпы массаны бөлесіз санына. Келесі санын табу үшін, санын табу үшін жалпы массаны массаға бөлесіз. Міне, мына жерде көрсетіліп тұр. Үшінші үшбұрышта. Есімізге түсірдік, есімізде сақтайық. Қазір есептер берілсе, осы үш формуланың біреуіне салып есептерді шығаратын боламыз. Үшінші есепті шығар. 1,9 жәшікке 54 килограмм жүзім бар. 1,9 жәшікке 54 килограмм жүзім бар. Сондай 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар дейді. Қараймыз кестеге. Жалпы масса белгілі 54 килограмм. Саны белгілі 9 жәшік. Бір жәшіктің массасы белгісіз. Бір жәшіктің массасын табу үшін жалпы массаны бөлесіздер санына. Сол кезде 54 9-ға бөлгенде неше болады? 8 ба? Жоқ. 8 ба? Или 7, 6, 9, 42, 7, 9-ың. 7, 9-ың болуы мүмкін. 7, 9. Жоқ, 6, 9, 42 ма? 45, 54, 6 болады. 54-ті 9-ға бөлгенде. Енді 6-ны 3-ге көбейткенде неше болады? Бір жәшіктің массасы 1 деп тұр. 6, ол бір жәшіктің массасы 6. Саны 3 жәшік. Ал жалпы массасын табу үшін 6-ны 3-ге көбейтеміз неше? 18 килограмм. Болды. Осылай шығарасыздар. Келесі 4-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар дейді. Мен тек А вариантын қарастырам, әні осыған қарап шығарасыздар, е? Если сіздер, мысалы, 4-ші есеп ә деп комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Мысалы, 72-ні 9-ға бөлеміз. Мұндай шығады, сосын бір жәшіктің массасын табу үшін мұндай болады деген секілді. Сосын сол жақта бірге талқылайтын боламыз. Осындай мен қалдырып кеткен есептерді солай комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Комментарийға барынша ответ қайтаруға тырысамын. 48 килограмм. Мұнда қараңыздар, А вариантында жалпы массасы берілген 48 килограмм. Саны 6 жәшік. Бір жәшіктің массасын табуымыз керек. 48-ді 6-ға бөлеміз. Формулаға қараймыз. Бана екінші есепте формула берілді. Жалпы массаны санына бөлеміз. 48-ді 6-ға бөлген неше болады? 8 болады. 8 бір жәшіктің массасы белгілі. Саны 9 жәшік. Жалпы массаны табу үшін не істейміз? Бір жәшіктің массасын санына көбейтеміз. Яғни 8-ді 9-ға көбейтеміз. Неше болады? 8-ді 9-ға көбейткенде? 72 болады. Мінекей. Біз шығардық А вариантын. Енді А вариантын сіздерден көтемін. Б вариантында өздеріңіз қарастырасыздар. 5-ші есеп. Есептерді шығар. Өрік тосабын қайнату үшін 9 кг қант, ал бүлдірген тосабы үшін 12 кг қант қажет болды. Егер бір қапшықтың массасы 3 кг болса, онда қанша қапшық қант жұмсады дейді. Бір қапшықтың массасы 3 кг болса, қанша қапшық қант жұмсады. Қанттың негізі бір массасы, жалпы массасы 9 кг,
біздің есеп бойынша жалпы масса 9 килограмм. Бір заттың массасы 3 килограмм. Бізге нені табу керек? Санын табу керек. Санын табу үшін жалпы массаны массаға бөлеміз, яғни 9-ды 3-ке бөлеміз. 9-ды 3-ке бөлгенде 3 шығады. Саны 3 бұл бізде. Яғни есептің жауабын жазасыздар былай. Егер бір қапшықтың массасы 3 килограмм болса, онда 3 қапшық қант жұмсалды. Болды. Әні өздеріңіз шығарасыздар. 6-шы есеп. Өрнектердің мәнін тап. Мен үнемі мына қатарын шығарам ғой. Енді осы жолы мына қатарын шығарайыншы. Сіздер вариант Аны, мына қатарды, сіз мына қатарды өздеріңіз қарайсыздар. 55-ке 26-ны қосқанда неше болады? 70, 11, 81. 81 9-ға бөлгенде 9 болады. 14-ті 2-ке бөлеміз. 7, 7-ні 1-ге өтеміз, 7 шығады. 48-ден 8 азайтамыз. 40, 40-ті 8-ге бөлгенде 5 болады. Міне осылай шығарып шығасыздар. Амалдардың орындалу тәртібін дұрыс біліңіздер. Так, 7-ші. Өлшектерді өсу ретімен орналастырып, мақалдарды оқы дейді. Бөлшектерді өсу ретімен орналастырып, өсу. Өсу реті. Мінеке. Ең бірінші, міне бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Енді қараңыздар. Бірінші, уақыт бізді күтіп тұрмайды. Уақыт бізді күтіп тұрмайды. Енді қараңыздар. Мұнда ең бірінші бізде бір саны көрсетілген. Барлықтарының бөлімдері біреу 12 тең ғой. Енді алымдарына қараймыз. Міне алымдары деген қайсысы? Міне мына сандар алымы деп аталады. Енді алымы мына мысалы 1 болған 1 деп саламыз. Бірінші өсу ретімен жазғанда да. Екінші қайсысы? 1-ден кейінгі. Мынау екінші. Үшінші қайсысы жазылады? 5 деген сан жазылады, өйткені 3-тен кейін 5. Төртінші қайсысы тұрады? Мынау. 5-ші ең үлкені, міне өсу ретімен біз жазып шықтық. Бірінші, сіздер менің номерлерім ғой жаңа. Мынаны белгі бірінші жазасыздар, нүктелі үтір қоясыздар. Сосын мынаны жазасыздар, нүктелі үтір қоясыздар. Содан кейін мынаны жазасыздар, нүктелі үтір қоясыздар. Содан кейін 4-шісін жазасыздар, нүктелі үтір қоясыздар. Сосын 5-шісін жазасыздар. Сол кезде өсу ретімен жазылады. Енді мақал жазайық. Уақыт тас екеш, тасты да тоздырады. Түсіндік қой, осылай жазып шығасыздар. Енді 8-ші есеп. 8-ші есепте жақшылардың теңдіктері дұрыс шығатындай қой дейді. Дұрыс шығатындай қой. Қайсысы есепті қарасам екен мен? Біріншісін қарай, екіншісін, үшіншісін өздеріңіз қарайсыздар. Комментарийда қалдырып кетсеңіздер болады, тағы да естеріңізге түсірейін. Көбінесе менің номерімді сұрап жазып жатады комментарийға. Одан да сізді мазалаған сұрақтарды, сіз түсінбеген мен қалдырып кеткен есептерді комментарийға жазсаңыз, ответті тез аласыз. Номер ешкімге берілмейді, өйткені солай. 40-ты 8-ге бөлгенде мына жерде қараңыздар. 48-ге бөлгенде 5 болады. Мына жерде 13. 5-ті 8-ге қоссам 13. 13-тен азайтам 5-ті. 13-тен 5-ті азайтқанда 8 шығады. Бізде сондай бар ма? 8 шыққан. Жоқ, жоқ. 13-тен 6-ны азайтқанда 7 болады, ондай жоқ екен. 8-ге 40-ты қосамыз, 48. 48-ді 8-ге бөлеміз. 6, міне. Таптым. Жақшыларды теңдікте дұрыс шығады деп қойды. Мінеки. Жақша бізде мына жерде тұрады. 48 8-ге бөлесіз. Неше болады? 48 8-ге бөлгенде 6. 3 пен 6 бөлек жақша тұрады. 6-тан 6 айтқанда 0. Екінші есепте мұнда былай. Міне жақша мына жерде тұрады.
8-ден 3 азайтқанда 5. 5-ті 40-қа бөлгенде 8. 8-ден 3 азайтқанда 5 болады мына жерде. 40-ты 5-ке бөлеміз. Неше болады? 8. 8 2-ке көйткенде 16. 16-ға 8 қосамыз 24. Міне. Шақша осылай тұрады. Үшіншісін өздеріңіз қарастырыңыздар. Келесі